Алатаудың етегіне орналасқан тақиядай ғана шағын ауылда жаңадан төраға келеді екен деген хабар дүңк ете түсісімен-ақ көп ұзамай түр-тұлғасы келіскен, киімді сәнімен киетін, жауырынды, ұзын бойлы жігіт жалғыз шабаданмен ғана сыбай салтан келді. Төрағаға арналған абажадай үйде жалғыз төсегін қойып тұрып жатты. Еліші алтын бесік деген емес пе? Жігітіміз бір күнде қазанның құлағын ұстап тамақ даярлау дегенді білмеді. Жағалай күнде бір-бір үйден шақырып кететін. Отын су түсіріп бала шағаны қысқа таман көшіріп келемін деген сөзінен ауыл адамдары құлағдар болатын. Жігітіміз жұмысын шағын ауылдың шарбақтарын жөндеуден бастады десек те қателеспес едік. Тікен, темірден жасалған қоршаулардың бәрін жинаттырып, садақтың жебесіндей басы үшкілденген қаладай болып, қатар-қатар қағылған ағаш шарбақ жасаттырып ауылдың сәнін кіргізді. Сосын жігітіміз балалар бақшасын қолға алды. Керек-жарақтың бәрін алдырып, бұрынғы аты бар, заты жоқ үйді нағыз бала бақшаның өзіне айналдырып қойды. Әрине, бұл жұмысты тыңғылықты аяқтауына 10 класты былтыр ғана бітірген, сол жерде тәрбиеші болып қызмет атқаратын Айшаның көмегі көп болды. Тығыршықтай қалың қара шашты, еті тірі, бота көзді қыздың арқасында балабақшаның көп жұмысы тиянақты бітті. Айшаға көзі түссе, оның жұп-жұқа құлағына дейін алаулап, қызарып кететін қалай байқамаған. Ұялшағынай өзінің деп мырс ете түсіп, баласынып, оның бір кемшілігіндей бағалаған. Жұмыс бастылықпен жүріп, үй ішін көшіріп келуде кешеуілдеп бара жатты. Құлыншақтай құлдыраңдаған екі ұлын, келіншегін кешке үйге келіп жалғыз жатқанда аңсары ауып қатты сағынатын. Шап-шағын ауылдың қат-қабат жұмысымен жүріп, сырпылдаған жауырынды қоңыр күздің келгенін де байқамай қалыпты. Жұмысқа келген бетте есіктің алдында тосып тұрған Айшаға жолығып қала береді. Оның балабақшаға анау керек, мынау керек деген шаруасы таусылмайды. Бір күні кешке жалғыз өзі үйге сыймай киноға барды. Кешіңкіреп кірді. Отыра бергісі келмей сыртқа шықты. Шағын ауылдың айдың жарығына бөккен сиқырланған тылсым сұлбасына қарап тұрып, қалтасынан темекісін алып құныға сорып аспанға көз тікті. Көк күмбезі жыпырлаған жұлдызға толып тұр. Дала маужырап жатыр. Ауылдың арғы жағындағы қарауытқан төбелер де күндізгі дүбірден шаршап, көсіліп тыныстап, ұю-қию жыбырлаған тіршіліктен демалып жатқандай. Ол темекісін тастап, бәтеңкісінің ұшымен мыжып, орнынан қозғала бергенде, қасында қарайып әлдекімнің тұрғанын байқап қалды. Бажайлап қараса, Айша. Айша, нағып жүрсің? Деген жігіттің сұрағына қыз әлдене деп жауап бергендей болғанымен, ол анық ештеме ести алмады. Үн-түнсіз кетіп қалудан қайсы көріп, үйіңе қайтасың ба деп қызға қарап еді, иә дегендей болды. Жүр, мен жеткізіп тастайын, қорықсаң деп алдыға түсті. Қатарласар деп жүрісін бәсеңдеткенмен Айша жетер емес, бүрсеңдеп артында келе жатыр. Ол аз-кем аялдап қызды күтіп алды. Оның соқыр адамдай аяғын санап басып, епетейсіз келе жатқанына таң қалды. Қасына келгенше күтіп тұрды. Қатарласа жүріп келеді. Қыз сүрініп кеткендей ме, жоқ аяғы әлденеге шалынысып қалды ма, әйтеуір тәлтіректеп әзер құламай қалды. Оның кіп-кішкентай қолын шап беріп ұстап, құлаған баланы сүйегендей қимыл жасап қалған өзі де байқамай қалды. Айшаның қолы күйіп тұр екен. Соқыр күшіктей түртінектеген, ыңғайсыз аяқ басын бүріскен мына күй неге жорын білмеді. Өзі қорыққан қоянның көжегіндей дір-дір етеді. Сырқаттанып тұрма деп, ауырып тұрсың ба, не болды деп тұқшиып, төмен қарап келе жатқан қыздың иегінен көтеріп өзіне қаратты. Қыздың қолы ғана емес, өне бойы да оттай жанып тұр екен. Білмеймін, деді ол даусы әрең шығып. Бір түрлі болып тұрмын, деді қолын босатып алуға тырысып. Келіп те қалдық, міне, біздің үй, деді. Жарықсыз қарауытып тұрған үйді көрсетіп. Жігітіміз терезелері қап-қараңғы болып тұрған үйге қарап, таң қалған жоқ. Себебі Айшаның біреудің жалғыз қыз екенін, ата-анасының сапқоздың қойын бағатынын, еркек шора болып өскен бұл қыздың аттың құлағында ойнап, еркек балалардан бір қалыспай жағаласып өскенін, мектепті алтын медалға бітіргенін бәрін білетін. Оттай жанып, жайнап жүрген еліктің лағындай сүйкімді қыздың мына күй неге жорын білмеді. Бірақ қыздың қолын ұстағандағы ыстығы, қоламтаға қолын тыққандай әсер етіп, көңіліндегі қайдағы жайдағыны оятып,
үйге кіргісі келді. Бірақ әлденеге суырылып қуақылана сөйлеуге де, не бұрылып кете беруге де жібермей тұр. «Шай ішесіз бе?» деген Айшаның естілер-естілмес даусын естігенде қуанып кетті. «Иә, мен де жаурадым» деді күлімсіреп. Үйдің ішінде көлденең жатқан бір шырпы жоқ екен. Мұп-мұнтаздай тап-таза, әрі сәнмен жиналыпты. Талай үйде болып, талай сәнді дүние жиһазға көзі қанған жігітіміздің, ауылдан шықпаған қаршадай қыздың аса бір нәзік талғаммен үй жиһаздарын орналастыруы қатты таңғалдырды. Бір қабырғаны алған стендте бүкіл қазақ жазушыларының жинақтары сап түзеп көз сүріндіреді. Ол жақындап бір кітапты алды да Айша неғып жатыр деген оймен орнына қойып ас үйге шықты. Ол газ плитасына шай қойып жатыр екен. Бұл шыққанда шошып кеткендей жалт қарады. Өңі боп-боз болып кетіпті. Қап-қара сүмбіл шашы арқасын жауыпты. Жігітке ол осы тұрысындағы су перісіндей әсер етті. Ол үн-түнсіз қыздың қасына келді. Сүмбіл шашынан сипады. Шегіншектеп қарсылық білдіргеніне қарамай, күзгі жапырақтай діріл қаққан қызды бауырына басып, ернінен ұзақ қадалып сүйді. Денесі оттай жанып, қарсыласып жатқан қыз мүлдем әлі құрығандай былқ-сылқ етіп қалған соң көтеріп төргі бөлмеге өтті. Тасыр-тұсыр еткен дыбыстан есін жиып алды. Айша бетін басып солқылдап жылап жатыр екен. Ас бөлмеге шықса, бағанағы газға қойған шәугім қайнап-қайнап суы таусылып, түбіндегі қағы отқа шыдамай тарс-тарс етіп атылып жатыр екен. Ол газды өшіріп, Айшаны еркелеткісі келіп қасына жақындап, қолынан ұстап еді. Ол ботадай боздап, бетін ашпай қойды. Сүмбілдей қара шашы жалтырап шашылып кетіпті. Өзі тамағы кеберсіп, әрі айтатын сөзде аузына түспей, Айшаның қасында ары тұрып, бері тұрып киініп далаға шықты. Кинодан елдер қайтыпты. Біреудің көзіне түсіп сөзге ілігермін деген қауіппен ол қайта аула ішіне енді. Айшаның ботадай боздағаны есіне түсіп, сыртқа естіле ме деп тың-тыңдап еді, құлағына ештеме шалынбады. Елдің аяғы басылған соң қайта кіруді артық көріп үйіне қарай ақырын аяңдады. Жол бойына ойлағаны, үйді көшіріп келмесем болмады дегендей бір нәрселер, арагідік Айшаның сусылдап, бүкіл жастықты жапқан шашы, өпсең аузыңа түсе кететін шиедей дәнді еріндері сарт етіп есіне түсіп, санасын осып-осып кетеді. Жүрегі сығымдалып, ет бауыры уылжығандай болады. Жарты жолда тоқтап, қайта барғысы, еркелеткісі, жұбатқысы келген. Бірақ ар жағынан біреу сап-салқын дауыспен сап-сап көңілім дегендей болып, өрекпіген жүрегін әрең басып, кібіртектеп үйіне әрең жетті. Түні бойы ол қолға үйретілген елікті өз қолымен бауыздап кеткендей бір мазасыз күй кешті. Айшаның не істесе де еркіне көнгеніне бір күмәнмен қарап, еркінсе қимылдап еді. Ісін тындырған соң қыздың пәктігі оны шошытты. Шыдау керек ет, ауылға барып келсем де болатын еді, бір пәлеге ұшыратпаса болды осы қыз. Мәнсияның ағасы естіп, іс насырға шапса, мені жерге қазық қылып қағып жібермей ме? Қап-қап деп бармағын істеген. Ертесінде Айша жұмысқа шықпады. Балабақшадағы қызметкерлер оны ауырдыға жорыды. Төрағаның көңілінде бір суы ғой, жыландай сумаңдап берекесін алып біткен. Ол намысшыл жас қыз ұяттан өртеніп, жазым болмаса нетті деген қорқыныш. Бірақ Айша еш бәлеге ұшырап, жаман хабар естіле қойған жоқ. 2-3 күннен соң құр сүлдері сүйретіліп, өзі де жұмысқа шықты. Бір ішкен бұлақтан шөлдегенде неге ішпеске? Жігітіміз түнделетіп Айшаға 2-3 рет тағы барған, бірақ соңғы рет барғанда шошып қайтты. Айшаныкі жай әуестік емес, үлкен сезім екеніне көзі жетіп, отпен бұдан ары ойнаудың артық қауіпті екенін сезіп, тез арада үй ішін көшіріп келді. Үйдің қарбалас жұмысы, балалардың абыр-дабыры, совхоздың қауырт шаруалары қабаттасып, көлденең қызық шыжың естен шыққандай да болған. Бір күні оранып шымқанған бір әйел кабинетіне кіргенде кім екенін бажайлай алмай қалды. Қараса, Айша. Жүдегенде бүкіл бетінде бұрынғы келбетінен жалтылдап, ботаның көзінде мөлдіреп екі көзі ғана қалыпты. Адам арықтағанда көзі өткірленіп кететін осы жолы байқады. Қап-қара көздері ішіп жеп бара жатыр. Қалтасын ақтарып темекі іздеп таусылыпты. Қорабын қоқыр-соқыр салғышқа атып ұрды. Не істерін білмей аласұрып, темекі салғыштан әлде қашан өшіп қалған темекіні тұтылын алып тұтатты. Құныға сорып-сорып жіберіп еді, кеудесіне жан кіргендей болды. Жайша келдің бе деді, тұншығын күнмен.
Жоқ, көрейін деп келдім. Бұрын сыртыңыздан көріп жүрушем. 3 күн болды көрмегенге. Мазам кетіп отыра алмадым үйде, деді ол сыбырға жақын үнмен. Төраға сөзді неден бастарын білмей біраз отырды. Мен үй ішімді, бала-шағамды көшіріп келдім, білесің бе, деді сөзіне зіл қоса сөйлеп. Білем. Сіздің қандай жейде, күнде қандай киім киетініңізге шейін білем, деді. Төрағаның жүрегі су ете түсті. Мәссаған, Мәнсия мынаның аңдып жүргенін сезсе не болады деген ой санасын осып кетті. Әй, осы 2 қабат болып қалмаған шығар деген ой келгенде, отыра алмай орнынан ұшып тұрып әрі-бері жүрді. Артымнан көлеңкеде еріп жүрген соң, ертең бәрі білмей ме, онда Мәнсия ағасын айтып төбіме жетпей ме? Сен түсінесің бе не айтып отырғаныңды, деп төрағасы ашудан ба, жоқ мына басына келген ойлардан ба, тұла бойы қалшылдап кетті. Онсыз да көксақал адам, жақ жүндері үдірейіп, шарасы үлкен аялы көзі алайып, жұдырығы өзінен өзі түйіліп, жақ еттері бұлт етіп түсі суып кетті. Кет, деді Айшаға төніп келіп. Ұятсыз, енді көзіме түсетін болсаң, осылай аңдайтын болсаң менен оңбайсың. Қыз басымен, қыл шашымен білдей еркекті үйіне кіргізіп, қалай ұялмайды? Ах, кет, мына жұмысты өткіз, елдің көзіне түспей, қойдағы әкеңе кет. Көмекші шопан деп оформить етіп қойдым, деп бір уыс болып отырған Айшаны жеп жіберердей зәрлене қарап зілденіп. Содан бері бірталай уақыт өтіп те кетті. Көзден таса болған соң Айшада ұмытылған сияқты болған, кейде оңашада кабинетте айтқан сөздер есіне түссе, тым қатты кеттім-ау сонда, деп іші удай ашитын еді. Анада бір түсіне кіріпті. Қап-қара болып киініп алыпты. Басында қара шүберектен оралған шалмасы бар. Бұл Айша басыңдағы не деп сұрайды. Пәрәнжі ғой, бетімді ел көрмесін деп жауып аламын, деп алыстай береді. Содан бірнеше күн ұйықтай алсашы. Әйелінің бөріктей қылып бүйралап тастаған шашына қолы тисе, Айшаның жібектей сусылдаған сүмбіл шашы есіне түсетін. Бүк түсіп солқылдап жылап жатқанда бүкіл арқасын жастықты жауып кетіп еді. Қап-қара көздері жаудырап, құдды қолға үйретілген еліктей елбіреген сүйкімдеді-ау. Тұңғиыққа сүйреп бара жатқан осы ойлардан құтылғысы келіп түннің бір уағына дейін темекі шегіп отыратын. Түйенің жарты етіндей болып пысылдап жатқан Мәнсиядан безек қашқысы келеді. Есіне әйелінің ағасы түседі. Түскенде алдымен оның кең кабинеті, биік креслосы, сосын маңғаздана қолын сермеп мығымда байсалды қоңыр дауыспен сөйлеп отырған кейіп елестейді. Егер кетсе, жылап жүрген Айшаны жұбатып, алысқа алып кетсе. Қайда ондай бостандық? Онда мына қызмет, үй толған, бай жиһаз, бәрі көзден бұл ұшты дей бер. Жердің астына түсіп кетпесе, дүниенің 4 бұрышы ашса, алақанында, жұмса жұдырығында тұр ғой. Қайнағасының осы жұмыста жүре тұр, сосын өсіремін деген мығым даусы құлағына естілгендей болады. Қой, бәрі өткінші қызық қой, әшейін деген ойлармен өзін жебеп, әйелінің қасына қисая кетеді. Ол да бағанағыдай емес, сүйкімдірек сияқты көрініп қалады көзіне. Айша болса төрағаның кабинетінен сүйретіліп құр сүлдері шыққан соң, жанындай жақсы көрген адамынан қалған бір белгі, жұмыс туралы қағазға қиғаштай жазылған, сол сүйікті адамның қолымен жазылған визаны сөмкесіне салды да, бәлен деген сайда, бәлен деген жерде қой бағып отырған әке-шешесіне жетті. Көзінің ағымен қарасындай жалғыз қыздың жадап жүдеп, үйіне түсіп келгеніне әкесі мен шешесі үрпитіп қалғанымен, қой бағамын сіздермен бірге деген қысқа қайырған сөзінен кейін ештеме сұрап қазбаламаған. Жадырап жайнап жүретін құлындарының тұйықталып, өзгеріп кеткенін шеше байғұс іштей әрнеге жорыды. Зарқырап елдің маңдай алды болып мектеп бітіріп еді, тіл көз болды ма деп ойлап, ерінбей жалықпай ауылдағы молдаға барып, тұмар оқытып, төсегінің тұсына құрылған кілемге тігіп қойды. Оңашалана беретін Айшаның бір күні күбірлеп отырғанын байқап қалды. Қолындағы бір жапырақ қағазды біресе бетіне басады, біресе сүйеді. О, тоба, бұл не болды деген ойлармен айран асыр болған шешесі қызының ол қағазды көйлегінің қалтасына салғанын байқап алып, бәрі ұйықтаған соң қараса, өз көзіне өзі сенбеді. Әлдекімнің кәдімгі шимай шатпақ қолы, сосын бала бақшаға мынау бөлінсін деген бір-екі сөйлем. Қызының тосын қылығына куә болған ана байғұстың көңілін бір сары уайым жайлап, күні бойы не істеп не қойғанын білмеді.
ойы он саққа жүгіріп, Айшаның ас үстіне түсіп бәйек болғанымен қызы бір серпілмеді. Үстіне не болса соны қолпылдатып киіп алады да жота-жотаны даланы кезіп жүргені. Ана байғұстың көңілінде қияли болып қалды ма деген бір ой орнығып алып сумаңдап, суқанын алып маза бермейтін болды. Тағы бір ой жылан басын қылтыңдатқанмен көңіл шіркін оған бойсынбай-ақ қойды. Егер шынымен солай болып арыстан көрсе не істер еді? Несі бар? Дейді бір ой көкірегінде бастырмалатып. Несі бар? Өз қолын өзі кесе ме? Ол да баласы, атағы жаман демесе. Ана байғұс өзіне жылжып келе жатқан қара тұманның ызғарын сезгендей қалтырап, оранып шымқанып, басымның сақинасы ұстады деп жиі жатып қалатынды шығарды. Бір күні Айшаның оң жағынан әлдене бүлк ете түскенде ол ештеме түсінбей тың-тыңдағандай сілейіп тұрып қалған. Біраз уақыт өткен соң осы құбылыс тағы қайталағанда оның баласы деген ой санасында жарқ ете түскен. Енді еш күмәні қалмады. Міне масқара, екі қабат. Жүрегі өрекпіп үйге сыймады. Әке-шешесінің көзіне түспей айдалаға безе бергісі келеді. Онсы да жүдеп жүрген шешесі енді елдің бетіне не деп қарайды? Жан апасын жерге қаратпас үшін басына неше түрлі ой келген. Не істесе екен? Егер қазір өзі өліп кетсе, бұл масқараны ешкім білмес еді. Бірақ одан кейін әке-шешесі өмір сүре ала ма? Күйіктен олар да жер басып жүре алмайды. Оны өзі анық біледі. Сондықтан ішіндегіден құтылу керек. Ауыр көтерсе сөйтеді, бүйтеді дегенді естігені бар. Су толған флякты көтеріп те көрді. Айдалада далақтап жүгіріп те көрді. Қайдан? Түк те болмады. Құрақ талдай денесі аздап, толысқаны болмаса, бәлендей өзгеріс болмағанда сияқты. Тек мен бармын дегенде жүрегінің астындағы кішкентай адам тепкілеп, маза бермеген сайын енді өзінен де, одан да, алда тосып тұрған масқарадан да құтыла алмайтынын анық сезді. Кейде барар жер, базар тауы қалмағандай шарасыз күй кешетін. Шешесі байғұста қызына не болғанын анық сезді. Екеуі де күні бойы қой соңында салпақтайтын әкеге сездірмеуге тырысты. Және солай келісті. Құлағына соңғы рет кездескеніндегі оның зілді даусы естілгендей болады. Қорланып, жүрегі қысылып, кеудесіне дем жетпегендей болып кетеді. Көзінен ыстық жас бұрқ ете түседі. Апасының алыста жүргенін, даусы естілмейтінін білсем, ботадай боздап жылап, шерін бір шығарып алады. Қаншама ойламайын десе де, басын айналдырып қойғандай есінен еш шықпайды. Оның атын атап қалған өзі де сезбей қалады. Ойша онымен күнде сөйлесіп отырады. Маған одан ештеменің керегі жоқ еді. Тек күнде көріп жүрсем, сол маған үлкен бақыт еді. Соны да көп көрді ғой деп ойлайды көзінің жасын сығымдап отырып. Түсінен шықпайды. Қап-қара көздері мейірлене қарап, шашынан сипап қана қасынан өтіп бара жатқандай болады. Ол тұла бойы оттай жанып, бүкіл денесімен ұмсына бергенде оянып кетеді. Аттай тулаған жүрегінің дүрсілін тыңдап жатып, сол түстің жалғасын көрсем деп қиялдайды. Бірақ қайдан? Ұйқысы шайдай ашылады. Дегбірі қашып, басы зеңіп ауырады. Тарс жұмылған көз алдынан кішкентай жұлдызшалар ұшып, бас айналып жүрегі лоблығандай болады. Денесін жылбысқа тер басып, ұйқылы ояу жата береді. Бір күн апасы, Құдайдан сені сұрағанда осылай болады деп ойламап ем. Гүлдей жайнап өсіп келе жатқан саған қарап, айналадағы жігіттердің бәрі ғашық болып, менің қызымның аяғына жығылмаса болды деп ойлаушы едім. Соным сірә асылық болды деймін. Кім осылай сені қорлаған, айтсаңшы деп қызына қарады. Қызы төмен қарап басын шайқады. Көзінен аққан жасты қолының сыртымен сүртіп қояды. Жауап күткен шешесі біраз отырып, Айшаның айтпайтынына көзі жетіп, сөзін әрі қарата сабақтады. Қайтейін енді. Ауруды жасырғанмен өлім әшкерелейді деген сөз бар. Бір жерің ауырама, сұрыңнан сұр қалмады, жаның қалса болды ғой енді. Доғдырға барып көрініп келсеңші деді. Жаулығының ұшымен көзін сүртіп күрсініп. Басым ауырады аздап, басқа еш жерім ауырмайды. Дәрі әкеліп берсеңізші, қояр мет мүмкін деген мұңлы көзімен жер шұқып. Одан әрі қазбалап, ештеме айтуға дәті шыдамай, ертесінде шеше байғұс дәрі алып келуге аудан орталығына кеткен. Апасы кеткен соң жүрегі өрекпіп, өзінен өзі мазасы кетіп, үйде отыра алмай далаға шықты.
даладан байыз таба алмай қайтып үйге кірді. Екі шекесі солқылдап, басы ауырып, мазасы болмаған соң төсекке барып қисайған. Көзі ілініп кеткен еді. Үйге бөтен біреулер кірген екен дейді. Босағада үстінде тор көзді, қоңыр костюм киген бір еркек тұр. Осыған қарап тұрғанда екі еркектің қасына қалай келіп қалған байқамай қалыпты. Олар екі қолынан басып, тұншықтыруға тырысып жатыр. Төсегінің қарсы алдына Джаконданың суретін іліп қойып еді. Аналармен арпалысып жатып, құпия бір жымиыспен қарап тұрған әйелдің жанарына көзі түсіп еді. Оның көз қарасы суық тартып, өңменнен өтіп бара жатыр. Қолын көтерейін десе шамасы жоқ, көзін ашайын десе әлі жоқ, тұншығып бара жатыр. Апасының «Айша, жаным, тұршы, не болды саған?» деген даусы естілгендей болады, бірақ өзі көрінбейді. Еміс-еміс есіне шешем сірә бас жағымда тұрған болуы керек деген ой келеді. Шешесі жан ұшыра тағы қайталайды сөзін. Айша деп көзін ашып алды. Бала кезінде шешесі «Қорықсаң бисмилля деген, сонда Құдай тағалам өзі жар болады» дейтін. Сол есіне түсіп, «Бисмиллахи-рахмани-рахим» деп екі рет қайталап, орнынан тұрды. Басы қырылып қалдым ба, жоқ шынымен біреу келіп тұншықтырды ма, не болды маған деп, қара терге түскен денесі қалтырап, орнынан әрең тұрып, Джаконданың суретіне келіп, қабырғадан жұлып алып, умаждап ошақтың алдына тастады.